Кезінде Кореяда өте танымал болған әнші және модель қалайша құбыжыққа айналды. Бұрын осындай сұлу болған бойжеткеннің қазіргі сиқы осындай. Жасы 28-ге келгенде Миоко бетінде пайда болған ұсақ әжімдерді байқайды. Ол жедел түрде пластикалық операцияға жүгініп, бетін тартқызады. Бірақ бәрібір Миоко өзінің жүзіне көңілі толмайды. Оның ойынша, оның беті өзі қалағандай тегіс әрі нәзік емес. Ол пластика жасауға дүкенге барғанда жиі баратын болды. Бетін тартқызды, силикондар салғызды. Тым жиі пластикалық процедуралар денсаулығына қауіпті бола бастағандықтан, нәтижесінде Миокуды барлық пластикалық клиникалар қара тізімге салып тастап, қабылдамай қойды. Ол енді тамақ жасайтын пістемайды шприцпен бетіне еге бастаған. Нәтижесінде беті мен басы тым үлкен көлемге ұлғайып кетті. Басының үлкейіп кеткені соншалық басы иықтарынан да болып кеткен. Көп ұзамай, енгізілген май оның жүйке тамырларына кері әсерін бере бастайды. Сондықтан оған шұғыл ота жасалынды. Дәрігерлер оның беті және мойнынан 400 граммға жуық пісте майды алып тастады. Бірақ бұрынғы сұлулығын қайтарып бере алмады. Қазір Миокудың жасы 52-де. Оның бір ғана арманы бар. Бұрынғы сұлулығын қайтару. Бірақ бұл орындалмас арман. Солай.